Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода үй жағдайында өте дәмді бургер жасайтын боламыз. Кафе ресторандағыдан әлдеқайда дәмді және тойымды болып шығады. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар: ұн қажет болады. Ұнымызды електен өткізіп алдық. Жылы сүт, ыстық су және де дрожж, қант, сұйық май қажет болады. Ең алдымен апарасын жасайтын боламыз. Апарасы үшін бізге сүтіміздің үстіне ыстық суымызды құйдық. Біздің сүтіміз жып-жылы. Осының үстіне қантымызды және де дрожжымызды салып, жақсылап араластырып 15-20 минутқа қалдырамыз. Бетін жауып қалдыратын боламыз. Біздің осы апарамыз көтеріліп, дрожж кішкене жұмыс жасауы қажет. Бетін осылай жауып қоятын боламыз. Біздің апарамыз мінеки толықтай көтерілді. 2-3 есеге көтеріледі осындай болып. Бөлек шұңқыр ыдысымызға осы апарамызды салып аламыз. Жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Үстіне тұзымызды саламыз. Сұйық майымызды, жақсылап бір араластырып, електен өткізілген ұнымызды қосып, біз жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнымызды 2-3 бөліп салып, осылай жұмсақ қамыр илеп аламыз. Осылай мінеки жұмсақ қамыр шығады бізде. Қолымызға жабыспайды. Артық ұн қоспаймыз. Енді осы қамырымыздың үстін жауып, жарты сағатқа қалдыратын боламыз. Біздің қамырымыз ашып, осылай көтерілуі қажет. 2-3 есе ұлғайып, осылай көтеріледі. Енді осы қамырларымызды қолымызға кішкене сұйық майымызды жағып, қамырымыздан алып, булочкасын жасайтын боламыз. Ас үй таразысыменен 80 граммнан өлшеп, біз дөңгелетіп, булочкаларын жасап алатын боламыз. Ас үй таразысымен біз өлшеп алсақ, біздің булочкаларымыз біркелкі болып, әдемі болып шығатын болады. Осылай дөңгелетіп, бәрін 80-90 граммнан бөліп, бәрінің формасын келтіріп, дөңгелетіп шығамыз. Осы дөңгелетіп шыққан булочкаларымызды үстін жауып, бір 20 минутқа тағы да қалдырамыз. 15-20 минут тұрған соң біздің булочкаларымыз өте керемет, әдемі болып көтеріледі. Біздің булочкаларымыз мінеки тұрды, жақсы көтерілген. Енді осының үстіне бір жұмыртқамызды шағып, жақсылап жағып шығатын боламыз. Жұмыртқамызды бетіне жағамыз, осылай әдемілеп. Және де бетіне кунжут себетін боламыз. Кунжутын аямай, кішкене көптен молырақ етіп сепкендеріңіз дұрыс. Осылай молынан себетін боламыз кунжутымызды. Қызып тұрған печкамызда 180 градуста қызарғанша немесе 20 минуттай пісіріп аламыз. Біздің булочкаларымыз осылай пісіп шықты мінеки. Өте жұмсақ. Үстінен басқанымызда осылай көтеріліп тұрады, әдемі болып. Және де суытып барып, біз ортасын кесетін боламыз. Біздің булочкаларымыз қазір суыған толықтай. Ортасын кесіп көрсететін боламын. Осылай ортасынан бөліп, біз булочкаларымызды осылай кесіп аламыз. Өте әдемі болып шығады мінеки. Ортасы толықтай піседі. Енді біз ортасындағы котлеттерін дайындайтын боламыз. Мен етімді осылай ет тартқыштан өткізіп алдым, фарш қылып, және де үстіне ұсақтап туралған пиязымды қосамын. Пиязды блендердан езіп қоссаңыздар да болады. Тұзымызды, бір жұмыртқамызды қосамыз. 2 ас қасықтай крахмал салатын боламыз. Және де осы котлеттерімізге біз кетчуп қосатын боламыз. Кетчуп міндетті түрде қосыңыздар. Осы бургердің нағыз бургер дәмін келтіретін осы кетчуптар болады котлетіне.
өте сочный дәмді болып шығады. Қара бұрышын, тұзын салып, жақсылап қолымызбен езіп араластыратын боламыз. Қолымызбен осылай мұжып жақсылап араластырамыз, біркелкі қылып. Неке жақсылап араластырып алдық. Қолымызбен жақсылап мұжылаймыз. Енді осы бургердің ортасына салатын біз сырымызды дайындайтын боламыз. Менде осындай комо сырын алдым. Бұны біз қазір тапамызға қойып, кішкене пергаментный бумагамызды төсеп, балқытып алатын боламыз. Астын азырақ отымызда осылай балқығанша кішкене ерітіп аламыз. Және де шетке қойып, кішкене суытамыз. Енді тұрған котлеттерімізді ас үй таразысыменен 100 граммнан 110 граммнан осылай өлшеп алатын боламыз. Әрбір бургерімізге кететін котлеттерді осылай ас үй таразысында біркелкі қылып өлшеп алған дұрыс. 100-110 граммнан өлшедім мен. Осылай дөңгелетіп, қызып тұрған майымызда енді қуыратын боламыз. Мен форма жоқ болғандықтан осылай қолымменен жайып, осылай алақанымыздан үлкендеу болуы қажет. Үй жағдайында осылай қолымның көмегіменен жайып қуыратын боламын. Сіздер формаға салып, әдемілеп, дөңгелетіп жасасаңыз да болады. Көлемін үлкендеу қыламыз. Біз қуырылып жатқан сәтте осылай көлемін кішкене кішірейтетін болады. Сондықтан қорықпай үлкендеу қылып жасап салып қуырсаңыздар болады. Міне осылай қолымның көмегімен осылай ұрғылап үлкейтіп аламын. Және де осылай салып, екі жағын қызартып қуырып алатын боламын. Екі жағын қызарғанша қуырып аламыз. Бұл котлеттерімізді 15 минутқа тағы да духовкаға қойып алатын боламыз. Пергаментный бумагамызды төсеп, біз осылай духовкамызға 10-15 минутқа қойып алдық. Енді біз бургерлерімізді жинайтын боламыз. Мұнда бізде кетчуп пенен майонез екеуін жақсылап араластырып аламыз. Ыдысымызда және де булочкаларымыз ортасынан кесілген. Кетчупымыз бен майонезімізді булочкаларымызға осылай жақсылап жағып алатын боламыз. Жұқалап жағып аламыз. Булочкаларымыздың екі жағына да осылай жағамыз. Өте дәмді болып шығады. Осы бургерге қажетті заттардың бәрін осы видеоның астында жазып қалдыратын боламын. Өлшемімен астынан оқып қарасаңыздар болады. Біз кетчупымыз бен майонезімізді осылай жағып алдық. Енді осының үстіне лист салатемізді қолымыздың көмегімен үзіп осылай жайғастыратын боламыз. Осылай салат жапырақтарын осылай жайғастырамыз. Үстіне котлетіміз саламыз. Котлетіміз өте ыстық. Духовкадан жаңа шыққан. Және де маринатталған қиярымызды қоямыз. Қызанағымызды, помидорымызды қоямыз. Біз балқытып ерітіп алған сырымызды осылай қоятын боламыз. Үстіне жайғастырып, булочкамыздың үстіңгі қабатын үстіне осылай жайғастырып аламыз. Біздің бургеріміз дайын. Енді екінші бургерімізді жинаймыз. Салат жапырақтарын саламыз. Котлеттерімізді қоямыз. Маринатталған қиярымызды, свежий қияр қойсаңыздар да болады. Бұл өзі қалауларыңыз бойынша. Екінші түріне мен сырдың тағы да бір түрін көрсеткім келіп тұр. Бұл кез келген магазинде, супермаркеттерде сатылатын осындай дайын балқытылған сыр қойсаңыздар да болады. Кесіп сіз балқытып жүрмейсіз, осылай дайын күйінде алып, чизбургерге арналған сырларымыз осыны қойып жинасаңыздар да болады. Үстіне булочкасын қоямыз. Біздің бургерлеріміз дайын. Өте дәмді болып шығады. Жасап көруге кеңес етемін. Өте сочный котлеттеріміз ыстық болып тұр.
Енді біздің осы бургерларымыз жылсып кетпеу үшін осындай ортасына шпажки қойып шығатын боламыз. Оны қоймасаңыздар да болады. Осы булочкамыз, сырымыз жылсып кетпеу үшін жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Астарың дәмді болсын.